Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. English Language 3-ші сыныптың 5-ші модульдің 60, 61, 62-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, подсадканы басамыз, одан кейін 10-15 минут уақытымызды бөліп, сабағымен толығымен қараймыз, сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Toys everywhere. Және сабақтың тақырыбы Toys everywhere. Барлық жерде ойыншықтар, ойыншықтарға байланысты тапсырмалар орындайтын боламыз, ойындарға байланысты. Ең алдымен listen and read тыңда және оқы дейтін суретке қарап, берілген мәтіндерді оқып аударып аламыз, одан кейін тапсырма орындаймыз. Бірінші сурет. Okay, let's play дейді. Балалардың бәрі ойнайық деп жатыр екен. Соны робот ойнайық деп келіседі. Екінші суретте it's a soft toy, it's blue дейді. Бұл жұмсақ ойыншық, бұл қонжық дейді, бұл көк түсті дейді. The teddy bear аю ойыншығы ма деп сөйлеп тұр. Келесі. It's a hard toy, it's red дейді. Мұны жазып қойыпты. Мына оюға ары қарай жазып қойған ол қатты ойыншық, ол қызыл түсті дейді. The robot дейді. Сонда мына роботты тауып алады. No, it's a toy with wheels. Жоқ, ол ойыншықтың дөңгелектері бар дейді. I know, мен білемін дейді. It's a car. Ол көлік қой. Well done, тамаша деп робот айтады екен. It's a hard toy. Ол қатты ойыншық. It's white. Ол ақ түсті дейді. Сол машинаның дөңгелегіне келесі ойыншықты жасырып қойған екен. Келесі, what is it, Chico? Бұл не, Chico деп Чикодан сұрап тұр. Ха-ха, toys everywhere. Барлық жерде ойыншықтар деп неге жердің астына ойыншық қазып қойыпты. Мұнда қатты ойыншық, ол ақ түсті деген екен. Сөйтсе ол сүйек екен, ақ түсті өзі қатты. Келесі. Матч, сәйкестендір дейді. Мұнда бізді сәйкестендіру екен балалар. Мұнда сәйкестендіре берейін. Енді сәйкестендірейік. It's a soft toy, it's blue. Ол жұмсақ ойыншық, ол көк түсті дейді. Демек, ол бізде қонжық, аю ойыншығы, teddy bear, бірде B деп белгілейміз. Екіде it's a toy with wheels. Бұл ойыншықтың дөңгелектері бар дейді. Бізде ол көлік, C, car. Және үшіншісі it's a hard toy, it's white. Ол қатты ойыншық, ол ақ түсті дейді. Ол бізде мына сүйек, іште A. Келесі. Make a toy box, play the what's in my toy box game дейді. Мұнда өздерің қорап жасаңдар дейді. Ойыншық қорабын дейді. Содан одан кейін менің қорабымда не бар деп жасырын ойнап, ойын ойнаңдар деген екен. Келесі. 62-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайтала. Мына сөздердің аудармасын біліп алайық, одан кейін тапсырма орындаймыз. Ride a bike, велосипед тебу, play football, футбол ойнау, play tennis, теннис ойнау, play the guitar, гитара ойнау, go to the park, саябаққа бару, play volleyball, волейбол ойнау. Ride a bike, велосипед тебу, play a football, футбол ойнау, play tennis, теннис ойнау, play the guitar, гитарада ойнау, go to the park, саябаққа бару, play volleyball, волейбол ойнау. Мына сөздердің барлығын сөздікке жазып жаттап аламыз балалар. Сөздік қорларың көп болса, тапсырма орындауда, мәтін оқуда өте оңай болатын болады. Келесі екінші тапсырма. Listen and match. Тыңда және сәйкестендір. There is one extra activity. Мұнда артық іс-әрекет бар дейді. Онда бізге сәйкестендіру керек. Мен тыңдаламды тыңдап, сендер үшін сәйкестендіріп қойдым. Мысалға, бірде бізде C. Ұлан гитарада ойнайды екен. Екінші көркем И. Көркем саябаққа барғанды ұнатады екен. Үшінші бізде Айдар. Айдар ол футбол ойнағанды ұнатады екен. Дана ол волейбол ойнағанды ұнатады екен. Ал Гүлсара болса Ди өзінің велосипедін айдағанды ұнатады екен. Демек бізде артық іс-әрекет ол теннис ойнау, play tennis. Енді мұнда бізде
ойын let's play дейді, ойын ойна дейді. Яғни кім екенін табуымыз қажет екен. Мұны есімдерді пайдалана отырып ойын құрастыру керек екен. Мысалыға I like playing the guitar. Who am I? Мен гитарада ойнағанды ұнатамын. Мен кіммін дейді. You're ұлан, сен ұлансың деп осындай ойын ойнайды екен. Мысалға I like going to the park. Who am I? Мен паркке барғанды ұнатамын. Мен кіммін? You're көркем, сен көркемсің. I like playing football. Who am I? Мен футбол ойнағанды жақсы көремін. You're Айдар. Ол Айдар футбол ойнағанды жақсы көреді. I like playing volleyball. Who am I? Мен волейбол ойнағанды жақсы көремін. Мен кіммін? You're Дана. Дана волейбол ойнағанды ұнатады. I like riding my bike. Маған өзімнің велосипедімді айдаған ұнайды. Мен кіммін? You're Гүлсара. Гүлсара өзінің велосипедін айдап жүргенді ұнатады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.